Сіздің зейнетақыңыз жылуға кетіп жатыр ма? Бұл әділетсіздік. 600 мыңнан астам зейнеткер мемлекеттен тиесілі көмекті алмайды. Сіз бұл мүмкіндіктен бейхабар болуыңыз ғажап емес. Осы бейнероликте мен сіздерге қалай ай сайын 25 мыңнан 30 мың теңгеге дейін үнемдеуге болатынын айтып беремін. Қадірлі аталар мен апалар, құрметті отандастар, сіздерге бүгін маңызды ақпаратпен бөлісуге келіп отырмын. Қыс мезгілі келіп жетті. Коммуналдық қызметтердің төлемдері күннен күнге өсіп барады. Байқадыңыз ба, қыс айларында коммуналка шотыңыз 20, тіпті 30 мың теңгеге жетуі мүмкін. Зейнетақыңыздың жартысы жылуға кетіп жатыр ма? Сіз бұл соманы өз қалтаңыздан төлеуге міндетті емессіз. Мемлекет сізге көмектесуге міндетті екенін білесіз бе? Дұрыс естіп тұрсыз, мемлекет сізге қайтаруға міндетті. Базалық зейнетақының небәрі 35.596 теңге, ал минималды зейнетақының 69.049 теңге екенін білесіз бе? Бұл сандарды салыстырып қараңыз. Астана мен Алматы қалаларында қысқы коммуналка шығындары 25 мыңнан 35 мың теңгеге дейін жетуі мүмкін. Ал заң бойынша сіз коммуналкаға жалпы отбасы табысының 5%-нан артық жұмсасаңыз, қалған бөлігін мемлекет қайтаруға тиіс. Неге көпшілік бұл туралы білмейді? Өкінішке орай бүгінгі күнде 600 мыңнан астам зейнеткер бұл субсидияны рәсімдемейді. Себебі олар бұл мүмкіндіктен бейхабар. Сондықтан бүгінгі видеода мен сіздерге жилищная помощь дегеніміз не, оны қалай рәсімдеу керек, қанша ақша алуға болатынын және қандай құжаттар қажет екенін айтып беремін. Бұл ақпарат сізге ай сайын 10 мың, тіпті 30 мың теңгеге дейін үнемдеуге көмектеседі. Сондықтан осы видеоны соңына дейін қараңыз. Қарапайым, бірақ өте маңызды қадамдардан тұратын нұсқаулықты бірге талқылаймыз. Ендеше арнаға жазылуды ұмытпаңыз, себебі бұл ақпарат сіздің өміріңізді жеңілдетуге арналған. Достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіңіз, себебі зейнеткерлерге арналған осындай мүмкіндіктерді білу, олардың құқықтарын қорғауға жасалған маңызды қадам. Жаңа жылда өзіңізді және жақындарыңызды қаржылық қиындықтардан қорғауға дайын болыңыз. Біз сіздермен бірге барлық қиындықтарды жеңіп, құқықтарыңызды қорғауға көмектесеміз. Қадірлі аталар мен апалар, құрметті отандастар, 30 тіпті 50 жылдық еңбек өтілін артта қалдырып, қазір зейнетке шыққан сіздерге күнделікті өмірдің қиындығы туралы айту оңай емес. Сіздер колхозда таңның атысынан кештің батуына дейін еңбектендіңіздер, шахталарда қауіпті жағдайларда жұмыс істедіңіздер, зауыттарда ауыр жүктерді көтердіңіздер, мектептерде болашақ ұрпақты тәрбиеледіңіздер, емханаларда науқастарға қамқор болдыңыздар. Енді сол еңбектің жемісін көремін деп отырған шақта мардымсыз зейнетақымен күнелтуге мәжбүр болу. Бұл әділетсіздік, өміріңіздің ең өнімді кезеңде жасаған жұмысыңыз үшін алатын зейнетақыңыз өте аз. Мысалы, минималды зейнетақы 69.049 теңге ғана, ал базалық зейнетақы 35.596 теңге. Сіздер осы ақшамен коммуналдық қызметтерді, дәрі-дәрмектерді, азық-түлікті қалай алуға тырысасыздар? Көптеген зейнеткерлеріміз қыстың қақаған суық күндерінде жылуды аз қоюға мәжбүр болып, денсаулығын қатерге тігеді. Себебі жылуды көбірек қоюдың өзі үлкен шотқа әкеледі. Енді нақты мысал келтірейін. Астананың тұрғыны 74 жастағы апамыз, зейнетақысы 72 мың теңге ғана, қараша мен ақпан айларының аралығында жылу шоты 38 мың теңгеге дейін жетеді. Балалары жоқ, сондықтан өз бетімен төлеуге мәжбүр. Ол жилищная помощь туралы ешқашан естімеген, ал шын мәнінде оның жағдайында ай сайын 25 мыңнан 30 мың теңгеге дейін субсидия алуға құқығы бар еді. Тағы бір жағдайды қарастырсақ, 81 жастағы ата жалғыз өзі тұрады, пәтер иесі, бірақ күнделікті тамаққа нан ғана сатып алуға мүмкіндігі бар. Коммуналка оның табысының 85%-ын жеп жатыр. Осындай жағдайлар сізге таныс па? Қыстың суық айлары келгенде коммуналкаға қанша төлеуге тура келетіні туралы ойланып көріңіз. Зейнетақыңыздан қанша пайыз кететінін есептеп көріңіз. Пікірлерде өз әңгімелеріңізбен бөлісіңіз. Сіздің жағдайыңыз бізге өте маңызды, және ұмытпаңыз, сіздер жалғыз емессіздер. Біз сіздердің құқықтарыңызды қорғауға және осы қиындықтарды жеңуге бірге әрекет етеміз. Қадірлі аталар мен апалар, құрметті отандастар, мен Арман, сіздердің құқықтарыңызды қорғауға арналған осы бейнебаян жасап жатқан заңгермін.
Қазіргі уақытта мемлекетте зейнеткерлерге көмек көрсету үшін түрлі бағдарламалар бар, бірақ өкінішке орай олардың көпшілігі бұл мүмкіндіктер туралы білмейді. Біздің арна сіздерге осы мүмкіндіктерді түсіндіруге және олардан қалай пайда көруге болатынын үйретуге арналған. Сіздерге арналған контентіміз сіздің күнделікті өміріңізді жеңілдетіп, қаржылық қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Сондықтан арнаға жазылыңыз және хабарландыру қоңырауын басыңыз. Бұл сіздер үшін маңызды жаңалықтарды жіберіп алмауға көмектеседі. Біздің арна арқылы сіз өз құқығыңызды қорғауға және зейнетақының әр теңгесін тиімді пайдалану жолдарын үйренесіз. Құрметті көрермендер, бұл ақпарат тек сіздер үшін ғана емес, сіздердің жақындарыңыз үшін де пайдалы болуы мүмкін. Сондықтан осы видеоны жалғыз тұратын зейнеткерлерге, ата-анаңызға және көршілеріңізге жіберіңіз. Олар субсидия алу арқылы ай сайын 20 мыңнан 30 мың теңгеге дейін үнемдей алады. Бұл ақша дәрі-дәрмектерге, азық-түлікке немесе басқа да қажеттіліктерге жұмсалуы мүмкін. Заңды білмеу сіздің ақшадан айырылуыңызға әкелуі мүмкін, ал біздің арна сіздің заңды қалқаныңыз. Біз сіздерге өз құқықтарыңызды қорғап, мемлекеттен тиесілі көмекті алу жолдарын көрсетеміз. Құрметті отандастар, лайк қойып, пікір қалдырып, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз, өйткені біз сіздермен бірге барлық қиындықтарды жеңіп, құқықтарыңызды қорғауға көмектесеміз. Бұл сіздің өміріңізді жеңілдетуге және заңды құқықтарыңызды толық пайдалануға арналған шешім. Бізбен бірге болыңыздар. Қадірлі аталар мен апалар, құрметті отандастар, сіздерге бүгінгі талқылауға ұсынылған тарихи контекст туралы айтып берейін. Кеңес одағының кезінде коммуналдық қызметтерді төлеу мәселесі мүлдем басқа болатын. Сол кезде коммуналка дегеніміз символикалық қана еді, себебі ол табыстың 3%-ын ғана құрайтын болатын. Бұл кезеңде мемлекет халықтың қажеттіліктерін барынша қамтамасыз етуге тырысты. Колхоздарда, шахталарда, зауыттарда, мектептер мен емханаларда еңбек етіп, зейнетке шыққан кезде сіздерге мемлекет тарапынан толық қолдау көрсетілетініне сенімді болдыңыздар. Бірақ өкінішке орай уақыт өте келе бұл жағдай өзгерді. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында, яғни 90-шы жылдары тарифтер бірден бірнеше есе өсті. Бірақ осыған қарамастан жәрдемақы жүйесі сол деңгейде қалды. Нәтижесінде зейнеткерлеріміз үсіп қатып жатты. Бұл жағдай бәрімізге таныс болды. Себебі көптеген жерлерде жылу жүйелері дұрыс жұмыс істемейтін, ал коммуналдық қызметтердің бағасы өте жоғары болып кеткен еді. Мен сіздердің жас кездеріңіздегі ауыр еңбектеріңізді білемін. Ол кезеңде сіздер өмірлеріңізді еңбекке арнап, еліміздің дамуына өз үлестеріңізді қостыңыздар. Бірақ қазір бізге сол еңбектің нәтижесінде лайықты өмір сүру мүмкіндігі қажет. 2000-ші жылдардың басында алғаш рет жилищная помощь ұғымы пайда бола бастады. 21-ші жүзжылдықтың басында, 2000-ші жылдардың басында алғаш рет 25-ші желтоқсан күні 1096 жылғы 527 нөмірлі қаулы жарық көрді. Бұл құжат зейнеткерлеріміздің коммуналдық қызметтерге кеткен шығындарын жеңілдету үшін іргетасын қалады. Ал 2007 жылдан бастап қазіргі форматта жұмыс істей бастады. Сол уақыттан бері есептеу жүйесі 10% табыстан артық коммуналка шығындарын жабу мүмкіндігін берді. Бастама зейнеткерлеріміздің өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған алғашқы қадам болды. Енді 2026 жылға келсек, Астана мен Алматы қалаларында бұл шек 5%-ға дейін төмендетілді, яғни көбірек адам субсидияға құқылы болды. Бұл өзгеріс әрине зейнеткерлеріміздің өмірін айтарлықтай жеңілдетуге бағытталған болатын. Бірақ өкінішке орай біздің қоғамның тек 10%-ы ғана осы мүмкіндіктерді пайдаланады. Себебі мемлекет бұл туралы өзі хабарламайды. Бұл жерде бюрократия мен цифрландырудың әсері зор. Қазіргі кезде құжаттарды рәсімдеу процесі күрделеніп кетті. Бұрынғыдай құжаттарды қолмен толтырудың орнына қазір цифрландыру арқылы барлық процестер онлайн түрде жүргізіледі. Бұл әрине бізге жаңа қиындықтар туғызады. Сондықтан сіздерге, қадірлі аталар мен апалар, осы мүмкіндіктерді тиімді пайдаланып, мемлекеттен тиесілі көмекті алу жолдарын үйрену маңызды. Біз сіздердің құқықтарыңызды қорғап, осы күрделі жүйеде жоғалып кетпеулеріңіз үшін қолдау көрсетеміз. Біздің қолымыздан келгенше көмектесіп, сіздердің өмірлеріңізді жеңілдетуге тырысамыз. Ең бастысы, сіздер жалғыз емессіздер.
Biz sizlerмен birgemiz. Qadrli atalar men apalar, hurmatli otandastlar. Bugun biz sizlermen birge жилищная помощь немесе turg'un uy көмегі туралы zangni talдаймыз. Бұл мәселе көпшіліктің көңілінен шықпағандықтан және көптеген зейнеткерлерimiz осы мүмкіндіктерді білмегендіктен біз оны егжей-тегжейлі қарастырып, бір категория бойынша түсіндіруді мақсат етеміз. Алдымен жилищная помощь дегеніміз не және оның негізі қалай қаланған туралы айтып өтейін. Бұл ұғым алғаш рет 1996 жылдың 25 желтоқсанында 527 нөмірлі үкімет қаулысында пайда болды. Ал қазіргі таңда бұл механизм әлеуметтік кодексте бекітілген. Бұл көмектен кімдер пайда көре алады? Ең алдымен бұл субсидияны алу құқығы, егер отбасының коммуналдық қызметтерге жұмсайтын шығындары жалпы табысының белгілі бір пайызынан асатын болса, сол отбасыға тиесілі. Астана мен Алматы қалаларында бұл шек 5%-ды құрайды, ал басқа қалаларда 7%-дан 10%-ға дейін әкімдіктің шешіміне байланысты. Мысалы, егер сіздің отбасыңыздың айлық табысы 69.049 теңгеден аспаса, ал коммуналдық шығындар 28.000 теңге болса, онда сіздің ай сайынғы коммуналдық шығындарыңыздың 24.548 теңгесін мемлекет қайтаруға тиіс. Бұл өте маңызды. Қысқы айларда коммуналдық қызметтерге жұмсалатын шығындар әдетте айтарлықтай артып кетеді. Ал енді бұл көмектің кімдерге тиімді екеніне тоқталайық. Әсіресе бұл көмек минималды және орташа зейнетақы алатын зейнеткерлерге, жалғыз тұратындарға және қыс айларында жылу шығындары жоғары болатындарға тиімді. Өйткені дәл осы кезеңдерде коммуналдық қызметтерге жұмсалатын шығындар айтарлықтай артып, зейнеткерлердің өмір сүру сапасына теріс әсер етуі мүмкін. Ал енді осы көмекті қалай рәсімдеуге болатынына тоқталайық. Жилищная помощь рәсімдеу үшін сіз e-gov.kz порталы арқылы онлайн өтініш бере аласыз, немесе жақын жердегі халыққа қызмет көрсету орталығына барып өтініш толтыра аласыз. Сондай-ақ әкімдіктің әлеуметтік бөліміне де жүгіну мүмкіндігі бар. Қажетті құжаттар жеке куәлік, пәтер меншігі туралы құжат, зейнетақы анықтамасы, коммуналдық шоттардың түпнұсқалары, отбасы құрамы туралы анықтама және банк реквизиті. Бұл субсидия 3 айға тағайындалады. Яғни әр 3 ай сайын қайта өтініш беру қажет. Бұл да бір күрделі процесс, себебі әр 3 ай сайын құжаттарды қайта жинап рәсімдеу қажет болады. Осы орайда маңызды бір жайтты атап өткім келеді. Жилищная помощь тек өз меншігіңіздегі тұрғын үй үшін немесе мемлекеттік жалдау негізінде ғана тағайындалады. Егер сізде 2 пәтер бар болса, онда бұл субсидияға құқылы емессіз. Бұл да бір шектеу, бірақ бұл заңның талабы. Бюрократияның күрделі екені белгілі, бірақ егер сіз өз құқықтарыңызды талап етпесеңіз, ешкім сізге көмектеспейді. Сондықтан, құрметті отандастар, біз сіздерді осы мүмкіндіктерді пайдалануға шақырамыз. Бұл сіздің заңды құқығыңыз және мемлекет сіздің коммуналдық шығындарыңызды өтеуге міндетті. Өзіңізге тиесілі көмекті алуға тырысыңыз. Бұл сіздің өміріңізді жеңілдетіп, күнделікті қажеттіліктеріңізді қамтамасыз етуге септігін тигізеді. Біз әрқашан сіздердің құқықтарыңызды қорғап, қажетті ақпаратты ұсынуға дайынбыз. Ең бастысы, сіздер, біз сіздермен біргеміз. Қадірлі аталар мен апалар, құрметті отандастар, сіздерге нақты қадамдар арқылы мемлекеттен тұрғын үй көмегін қалай алуға болатынын түсіндіремін. Бұл нұсқаулық сіздерге қажетті көмек алуға және қысқы маусымда қаржылық қиындықтардан құтылуға мүмкіндік беруге арналған. Алғашқы қадам сіздің бір айлық коммуналдық шоттарыңызды жинақтау. Бұл сіздің жылу, су, электр, газ, қоқыс, лифт, телефон секілді барлық коммуналдық қызметтер бойынша төлемдеріңізді қамтуы тиіс. Қызметтің сомасын бір қағазға жазып қойыңыз, себебі бұл ақпарат сіздің өтінішіңізді талқылау кезінде қажет болады. Екінші қадам, отбасы мүшелеріңіздің табысын жинау. Егер сіз зейнетақы алатын болсаңыз, онда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы анықтамасын алыңыз. Егер жұмыс істеп жатсаңыз, онда жұмыс орнынан айлық жалақы туралы анықтама алыңыз. Сондай-ақ жұмыссыздық жәрдемақысы туралы ақпаратты да қосыңыз. Осы құжаттарды жинаған соңынан отбасы құрамы туралы анықтама алу қажет. Бұл анықтама сіздің отбасыңыздың мүшелері туралы толық ақпарат береді. Үшінші қадам e-gov.kz сайтына кіру.
Мұнда тұрғын үй көмегін тағайындау қызметін табыңыз, немесе жақын маңдағы цонға барыңыз, онлайн өтініш формасын толтырыңыз. Қажетті құжаттардың тізімі: жеке куәлік, пәтер меншігі туралы құжат, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы туралы анықтама, коммуналдық шоттардың түпнұсқалары, отбасы құрамы туралы анықтама және банк реквизиті. Төртінші қадам: 10 жұмыс күні ішінде жауап күту. Әкімдіктің тұрғын үй бөлімі сіздің өтінішіңізді қарап, шешім қабылдайды. Егер өтінішіңіз мақұлданса, онда ақша ай сайын сіздің банк картаңызға аударылады. Есептеу кезеңі өткен 3 айлық табысқа негізделеді. Яғни, сіздің коммуналдық шығындарыңыздың табысыңыздың шектен асатын бөлігі мемлекет тарапынан өтеледі. Егер бас тартса, онда жазбаша бас тарту туралы құжат сұраңыз. Бұл сізге кейінгі іс-әрекеттеріңіз үшін маңызды болады. 5-ші қадам: егер сіздің өтінішіңіз қабылданбаса, жоғарғы әкімдікке, прокуратураға немесе сотқа шағымдану, әлеуметтік мәселе бойынша 1414 нөміріне хабарласып көмек сұрай аласыз. Сонымен қатар, әкімдіктің анықтама қызметі нөмірі 109-ға қоңырау шалып кеңес ала аласыз. Құрметті отандастар, бұл 5 қадам сізге қажетті тұрғын үй көмегін алу жолында бағыт бағдар береді. Бұл нұсқаулықты өзіңіздің телефоныңызға жазып алсаңыз болады, сонда әрдайым қолыңызда болады. Әр қадамды мұқият орындап, қажетті құжаттарды уақытында дайындасаңыз, сіз мемлекеттен тиісті көмек алуға толық мүмкіндігіңіз бар. Біз сіздердің құқықтарыңызды қорғауға әрдайым дайынбыз және сіздерге көмек көрсетуге қуанышты боламыз. Ең бастысы, өз құқықтарыңыз бен мүмкіндіктеріңізді пайдаланудан қорықпаңыздар. Қадірлі аталар мен апалар, құрметті отандастар, біз бүгін сіздермен бірге мемлекеттен тұрғын үй көмегін алудың барлық қыр-сырын талқыладық. Бұл өте маңызды мәселе, себебі көптеген зейнеткерлеріміз коммуналдық қызметтердің қымбаттылығынан зардап шегіп, өздерінің қамын күйттеп жүр. Біз бұл бейнеролик арқылы сіздерге қажетті ақпаратты жеткізуге тырыстық және сіздердің құқықтарыңызды қорғауға деген ұмтылысымызды тағы да дәлелдеуге тырыстық. Жилищная помощь бұл қайырымдылық емес, сіздердің заңды құқықтарыңыз, мемлекет коммуналдық шығындарыңыздың табысыңыздың 5%-нан асқан бөлігін төлеуге міндетті. Өкінішке орай, көптеген әкімдіктер өздері бұл туралы хабарламайды, ал көпшілік зейнеткерлерге бұл ақпарат жетпей қалады. Соның салдарынан кейбір зейнеткерлеріміз қыста суықта қалып, коммуналдық шоттарды төлей алмайды. Сіздерден сұраймын, қай қалада немесе ауылда тұрасыздар? Қыста коммуналкаға қанша төлейсіздер? Жилищная помощь рәсімдедіңіздер ме? Пікірлеріңізді қалдырып, бұл мәселені бірлесе шешуге атсалысыңыздар. Бұл бейнероликті көргеннен кейін арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, қоңырауды басып, лайк қойыңыздар. Бұл ақпаратты жалғыз тұратын ата-анаңызға немесе көрші зейнеткерге жіберіңіздер. Әр ай сайын 20-30 мың теңге үнемдеуге болады. Ол қаражат сіздердің өз қажеттіліктеріңізге жұмсауға көмектеседі. Құрметті отандастар, мен Арман, сіздердің заңгеріңіз боламын. Біз сіздердің құқықтарыңызды қорғау үшін әрқашан дайынбыз. Сіздермен біргеміз. Келесі роликте кездескенше өз құқығыңызды талап етіңіздер. Сіздер жалғыз емессіздер, біз сіздердің жанашырыңызбыз.